жалпы барлығымыз білетініміздей, сіздің компанияңыздың жетістіктері өте көп. Солар туралы не айтып кетесіз? Енді бұл жетістіктердің бәрі мен бірінші мынау бүгінгі ұлт көшбасшысы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саралы саясатыменен мен байланыстырып деп айтамын. Себебі біз мынау кеңес одағы ыдырап, тағы да қайталап айтамын, қиыншылыққа тап болған кездерде бізде бар қаржымыздағы қаражаттерімізбен бізге алыс шетелдерге шығуға мүмкіндік пайда болды. Бұрынғы кезде кеңес одағының көлемінде жүрсек, қазір алыс шағын шетелдерге шығып, сол жерлерде біз осы құс өндірісінің алға дамып кеткенін көрдік. Түрлі тәжірибе алмасулар бар, түрлі көрмелерге қатыса отырып, біз осы үлкен жаңағы мүмкіндіктің арқасында ары қарай құс шаруашылығын енді тоқыраудан алып шығу керек болды. Сол кезде біраз осы құс шаруашылығында жүрген азаматтар ақылдау жауып отырып, біз мынау құс өсірушілер одағын құрдық республикада. Соның аясында жүрген кезде бұлға дейін мен осы мына жұмыртқа өндіретін құс шаруашылығында жұмыс істесем, құс фабрикаларын, одан кейінгі мына бройлер құсы етін өндіретін шаруашылықтарда жұмыс істедім. Солардың басшылығында болдым. Енді біздің осы өндіріске жаңа мына өнімді әкелу мүмкіндікке пайда болуына байланысты біз ізденісте болдық. Осы Абылқасым Жүсіпбайұлы екеуміз және де мынау еліміздегі ең алғашқы тәуелсіз Қазақстанның бірінші премьер-министрі болған Сергей Александрович ағамыз барлығымыз осы жаңа өндірісті ақылдаса отырып қолға алсақ қалай болады Қазақстан. Себебі біздің болған дейінгі өздеріңіз білесіздер, Қазақстанға құс етінің 80% сырттан әкеліп жатыр осы 5 жылдықтың ішінде, 13 жылға дейін. Соны қалай да отандық таза өніммен алмастыру керек. Неге біздің еліміздің азаматтары оған лайық емес деген ой туындап, біз осы үлкен қиыншылық жұмысты қолға алдық. Жаңа өндіріс, жаңа өнім, күркетауық етінің өндірісі. Әрине, бірінші басталған кезде оған біздің бастауымызбен тұспа-тұс елімізде бүткіл дүние жүзінде мынау қаржы тоқырауы болды. 2007-2008 жылдары өздеріңіз білесіздер. Сол тоқырау кезеңінде елбасымыз тікелей мынау ұлттық қордан осы 1 миллиард доллар дейді, сол кезде 120 миллиард теңге тұғын, осы ауыл шаруашылық саласын индустриальный программасына жұмсау үшін шешім шығарды. Біз сол шешімде үлкен конкурстар өтті. 3 дәрежеде сол конкурстарға өзіміз бизнес жоспар жасадық. Несие қаржы алуға қол жеткіздік. Әрине төмен пайызбен 7 жыл. Соның арқасында мына осы 10-шы жылы осы үлкен өндіріс дүниеге келді. Әрине оның тұсауын кескен адам, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы, бірінші президентіміз тікелей өзі қадағалай отырып, өзі таныса отырып, алғашқы сәттілік сапарды өзі рұқсат беріп ашқан болатын. 2013 жылы, содан бері менің 4-ші жыл, біз жылма жыл өнімді қосымша көбейтіп келе жатырмыз. Соның арасында біз екінші кезеңде іске асырдық. Осы құрылыстың өнімнің қуаттылығын кәсіпорынның 8110 тоннаға шығардық. Енді алла жазса дедік, мұны жақында үлкен немізде, осы өңірімізде инвестициялық форум өтті, халықаралық, оны білесіздер. Сол форумда да біз өзіміздің бар жоспарларымызды жария еттік. Ол жоспарларымыз алдағы жылдарда осы өнімнің көлемін, өндірістің көлемін 20 мың тоннаға жеткізу. Одан да көбейтуге мүмкіндіктің бар екен. Мынау Қазақстанда оңтүстік өңірде күркетауық өндірісінің мынау халықаралық стандартта пайда болғанын біз түгел осы жерде дәлелдедік. Енді ары қарай да біз осы өндірісті кезең-кезеңіменен жылжыта береміз. Оған мүмкіндік бар.
Себебі біз бүгінгі күні тәжірибе жинақтадық осы нарық қатынасында. Және өзіміздің өнімімізді ең үлкен біздің жетістігіміз өзіміздің өндірілген өнімді біз осы өзіміздің мынау ішкі нарықта, сыртқы нарықта жаңағы халықтың тұтыну мәдениетінің жоғарылаттық. Себебі оған біздің өндіріліп жатқан өнімнің өте жоғары сапада екені, оны бәсекелеске толық қабілетті екенін дәлелдедік. Соның аясында осы өнімге деген сұраныс бүгінгі күні күннен күнге артып келе жатқандықтан, әрине ол біз үшін үлкен алдымызға қойған мақсат болғанымен, біз сол өндірісті ары қарай ұлғайтсақ, біріншіден халықтың жаңа сұранысын қанағаттандырамыз еліміздегі ішкі сыртқы нарықтағы, және де екінші ол жаңа жұмыс орындары еліміздің мына ауылдағы азаматтарға біздің осы өндіріс орналасқан 2 аумақ округі бар, соның аясындағы жүргізіп жатқан осы бағыттағы жұмыстар. Жалпы келесі сұрағымыз жоспарларыңызға арналған еді. Сіз қазір атап өттіңіз өнімді ұлғайту алдағы жоспарда. Одан басқа қандай жоспарларыңыз бар алға қойған? Біз қазірде өнімді тек осы Күркетау өндірісімен қатар біз қазір және де біраз жоспар жасадық. Мынау алма бау өндірісін, және де балық өндірісін, және де мынау ауыл шаруашылығы өндірісін, дақылдарын өсіру. Себебі бүгінгі күні осы құсты көбейткеннен кейін оған қажетті азықтық жем қажет, құрама жем. Ол азықтық жемді өндіруге бізде қазір шаруашылықтарында, өндірістік кооперативтерде жер көп жеткілікті, игерілмей жатқан. Біз соларға тапсырыс бере отырып, оларды осы кіші кластер жасау. Кіші кластер дейді оны. Солардың тапсырыс бере отырып, алдын ала жаңағы фьючерлік әдіспен төлемақы төлеп, күзде өнімдерін өзімізге сатып алып. Осы өндірісті біз қазір қолға алдық. Осы бойынша қазір бүгінгі күні жол картасын жасап өзіміз. Сол жоспар бойынша қазір жұмыс жүріп жатыр. Онымен қоса, әрине бізде мынау айналамызда бізге тиесілі жерлерде жаңағы мынау жеміс жидек сақтайтын қоймалар салу, ол да жұмыс орны. Және де оларды жаңағы өңдеу толық глубокий переработка дейді, сақтай отырып, және де сол аралықтарда теплицаларды да салу. Сол өндірісті осы ауылда түгел біз барынша қолымыздан келгенше осы жұмыс орнын көптеп ашу. Керемет. Түсінікті. Нарықтың заманы барлық өзінің әр кезеңінде жұмсақ болуды қалайды. Бір кезеңдерде ол өте қатал болуды қалайды екен. Бір кездерде ол өз дәрежесінде көңілді болып жүрді де қалайды. Сондықтан мен енді бүгінгі күні өзімді осы нарықтың бүгінгі талабына сай келе жатқан басшы деп есептей аламын. Себебі қатал болатын жерде болу керек, жұмсақ болатын жерде жұмсақ болу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Өзіңіздің қол астыңызда қазір қанша қызметкер жұмыс істейді? Бүгінгі күні бізде осы жаңа жоғарыда айтып кеткендей, мынау өндірістің екінші кезеңін біз жылдың басында іске қосқан. Соның аясында бізде қазір бүгінгі күні 400-ден астам осы жұмысшы қызметкерлеріміз бар. Оның енді айтып отырсам 80%-дан жоғары деп айта аламын. Мынау осы ауыл жастары. Бізде мамандар өте жастар көп. Біз барынша осы жастарменен жұмыс істесек деген өзіміздің бағытымыз бар. Сондықтан мамандарды да жастардан алып жатырмыз. Оларды теориялық білімі болғанымен ол әрине жетіспейді. Оларды тәжірибеден өзіміз осы өндірісті өткізіп, және де шетелдерде тәжірибеден өткізіп алып жатырмыз. Талабымыз таза осы өзінің жаңағы мынау не дейді, жауапкершілігі, әдептілігі,
мына көпшіліктің ортасында өзін ұстауы. Екінші талабымыз әрине өзінің маманы болу. Егер толық білмейді, әрине айтамыз, бүгінгі күні енді ол тек бізде емес, барлық жерде айтылып жүрген сын, мынау білім беру жүйесі жоғарғы дәрежедегі жоғары оқу орындарындағы әлі көп сын айтылып жүр, толық маман. Сондықтан біз егер де ол азаматтың өзінің ынта-жігері, өзінің соған деген қызығушылығы пайда болып жатса, біз оның жаңағы жоғарғы білімі не мынау қарамаймыз, біз оны біріншіден алып тәрбиелеуге тырысамыз, тәжірибеден өткізуге тырысамыз, оған мамандар бекітеміз. Оны керек болса өз қаржымызбен, егер қызығушылығы жақсы дәрежеде болып жатса, сынақ тәрбиесі, біз оны шетелге де қаражат жұмсап, осы салаға оқытуға дайынбыз. Өте жоғарғы қарқынменен келе жатыр бүгінгі мына бағдарламалар, жаңағы оған бүгінгі мынау ашылып жатқан осы дамыту үшін жаңағы орталықтар көмектесу үшін, және де мына кешегі өзіміздің осы оңтүстік Қазақстан облыстық өңірлік палатасының жаңағы 100 кеңес кітабы бүкіл барлығы, осының бәрі, мен үшін ойлаймын, бүгінгі өзі ынта жігер танытқан азаматқа үлкен сабақ, дайын сабақ. Себебі бұдан 10 жыл бұрынғыны артқа тастасақ, ол кездерде бұл дәреже басқаша тұғын. Енді біз оның бәрін басымыздан өткізбейтін азаматтар айтамыз. Ал бүгінгі күні толық мүмкіндік бар. Әрине ол күннен күнге дами берсе, одан артықтық қылмайды. Сондықтан жағдайдың бүгінгі күнге жасалынып жатқаны, бұның бәрі тағы да айтып өтемін, мынау тікелей ұлт көшбасшысы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасы. Әрине үкімет те сол тапсырманы орындауда үлкен жұмыс жасап жатыр. Әрине ол тапсырманы орындауда жергілікті атқарушы биліктер де үлкен жұмыс жасап жатыр, сыртта қалып. Әрине ол тапсырманы орындауда мынау біздің жаңағы республикадан бастап жер-жердегі мынау ұлттық палатамыздың да бұған қосып жатқан үлесі күннен күнге ұлғайып келе жатыр деп айтуға болады. Енетін Еуразиялық экономикалық одақ Қазақстанға не береді? Жағымды және жағымсыз жақтары? Мен енді толық айта аламын, қазіргі жағдайда соны осы мынау өндірісті іске қосқалы бері тікелей осы бұған дейінгі кеден одағының аясында, кеден одағы болып тұрды ғой. Кеден одағы енді алла жазса 1 қаңтардан бастап осы Еуразиялық экономикалық одақ аясында жұмыс істейміз. Мен сол кеден одағының аясында жұмыс жасағаннан кейін мен айта алайын, бұдан бізге жағымсыз жағынан жағымды жағы өте көп. Бірінші айтатын болсам, біз осы одақтың аясында бірінші күннен бастап өніміміздің алғашқы шыққан күні 11 наурыз болса, 2011 жылы. Біз 2 айдан кейін осы кеден одағына экспортқа уже өніміміз шығара бастадық. Сол жылы өздеріңіз білесіздер, мынау 1 шілдеден бастап кеден одағы ашылды. Міне сол ашылғаннан бастап біз бүгінге дейін үлкен осы одақтың аясында тәжірибеден өттік. Біз осы одақтың аясында шыңдалдық деп айтуға болады. Себебі біздің мынау бәсекелестерменен өз өнімімізді қалай халықаралық стандартта, қалай мынау келешекте біз жоғарылатамыз сапасын деген осы бағытта біз осы кеден одағының аясында шыңдалдық. Сондықтан ертеңгі күні басталайын деп отқан Еуразиялық экономикалық одақтың аясында біз толық жұмыс істеуге бүгін дайынбыз. Соның аясында біз осы одақтың аясында әрі қарай да бізді Еуропалық одақ таныды. Оның ең бізге берілген жеңіс. Бұл тек қана біз емес, осы одақтың аясында істеп отқан әрбір кәсіпорын, әрбір осы кәсіпкер үшін үлкен сабақпен бірге тәжірибе, үлкен нәтиже болды. Соның аясында бүгінгі күні мен айтып өте аламын, бізді мына Америка құрама штаттары танып, қазір алла жазса осы 9 желтоқсанда бізге
мынау бүкіл дүниежүзілік сапа атты сертификатпен алтын медалды Лас-Вегас қаласында табыстайын деп отыр. Соған енді әрине мен мынау өзім осы шаруашылықтың басшы ретінде оған мүмкіндік жоғына байланысты мен қазір орынбасарым жіберіп отырмын. Алла жазса соны біз осы 9 желтоқсанда алып келеміз Лас-Вегас қаласында. Сондықтан бұл мынау келешек жұмысты жаңа бастағандар үшін осы одақтың аясында үлкен тәжірибе. Екінші әрине үлкен нарық. Міне бүгінгі күні біздің өнімімізді түгелдей осы одақ сұранысы қамтып отыр. Бірақ біз ішкі нарықты ұмытпаймыз. Өзіміздің халық үшін осы өндіріс жұмыс жүзеге асқаннан кейін алдымен ішкі нарықта өзіміздің қазақстандық азаматтардың сұранысын бірінші орында қанағаттандыруды жоспарға қойғанбыз бағдарлама. Соның аясында бүгінгі күні біздің 70%-ымыз осы ішкі нарықта өніміміз сатылып жатыр, ал 30%-ымыз осы сыртқы нарықта жаңағы ертең өзіңіз айтқан Еуразиялық экономикалық одақ аясында экспортталып жатыр. Бірақ сұраныс ояққа әлі жоғары. Соны осының бәрін есептей отырып, біз жаңа жоғарыда айтып өткендей, мына өнімнің өндірістің көлемін көбейтуге жоспар қойдық. Осы ұйым туралы не айта аласыз? Иә, жаңа мен сөзімнің басында да ортасында айтып өттім. Жаңағы кәсіпкерлер палатасының құрылуы мынау кәсіпкерлер үшін өте оң қабылданған дер кезінде шешім деп ойлаймын. Ол үшін мұны тағы да елбасымыздың тікелей қолдауымен болған іс болғандықтан ол кісіге үлкен алғысымызды әрдайым білдіріп отырамыз. Кездескенде де айттым тікелей алғысын. Және де осы палатаның биыл 1 жылдығымен де әрине мына барлық кәсіпкерлерді құттықтай отырып, палатаның 1 жылдың ішінде атқарған жұмысының өзі ұшан теңіз деп айтуға болады. Осының аясында мына 1 жылдық тексеруге тосқауыл қоюдың өзі әр кәсіпкер үшін үлкен жеміс болды. Өнімді көбейтуге мүмкіндік болды. Және де осы кәсіпкерлік саланы дамытуға мүмкіндік болды. Әрине бұл оны тоқтатып қойып қашу деген емес. Сол талапқа, заңға сай жұмыс істеу әр кәсіпкердің міндеті. Сондықтан палатаның бүгінгі атқарып жатқан жұмысы, палатаның кәсіпкерлерге ауқымды беріп жатқан кеңестерінің өзі бұл біздің келешек мемлекетіміздің дамуына үлкен ықпал ете отырып, үлкен серпін беретіні рас. Осы жолда да мен осы палатаның дүниеге келгеніне өзім шын ниетімменен жаңағы қуанышты болдым. Және де осы палатаның аясында бүгінгі күні өзім де қолымнан келгенше атсалысып, білетінімізді, білмейтінімізді қалай болған жаңағы жиындарда, кеңестерде ойымызды ортаға салып келе жатырмыз. Әрине онсыз болмайды. Ол бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінен бұрын әр бизнесте, әр кәсіпкерде өзінше жоспар бар. Ол одан сырт қалуға болмайды. Бірінші жағдай. Екінші жағдай әрине оның да өзіне лайықты шаман келсе, еш уақытта сырт қалуға болмайды. Бізде мұны мекемеміз, өндірісіміз, жаңа өндіріс әлі 4 жыл болды биыл. 4 жылдың ішінде бізде осы облыстағы, аудандағы өтіп жатқан іс-шаралардың барынша қолымыздан келгенше біз сырт қалмауға тырысамыз. Соның айғағы, мысалы, былтырғы жылғы өздеріңіз білесіздер, мынау Созақтағы болған табиғат апаты, қатты желдің күші. Біз одан сырт қалған жоқпыз. Осы Темірланда болған су апаты, біздің Темірлан елді мекенінде өздеріңіз хабарларыңыз 8 жыл бұрын. Одан да сырт қалған жоқпыз. Оған қосымша мына біздің әрдайым алдымызда еңбек ардагерлері жүреді. Соғыс ардагерлері жүреді. Және де көп балалы ата-аналар жүреді. Біз еш уақытта ондай шаралардың сыртында қалмаймыз.
барлық уақытта біз шама шарқымыз келгенше, қолымыздан келгенше ол кісілерменен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Мынау өзіміздің қызметкерлері келсек, өзіміздің қызметкерлер үшін де біз барлық қолымыздан келгенше бүгінгі жағдайды жасауға тырысамыз. Бүгінгі күні біздің қызметкерлеріміз 400 адам азамат күнделікті жұмыс орнына арнайы көлікпен жеткізіледі. Жұмыс орнында арнайы киімменен барлық жуыну, шайыну сияқты заттарменен қамтамасыз етіледі. Жаңағы және де жұмыстың соңында арнайы көлікпенен үйіне жеткіземіз. Қолымыздан келгенше 50%-ға дейін біз мынау сол түскі тамақты сол өзіміздің есебімізден аламыз. Оған да байланысты үлкен іс-шараларда біз осы қызметкерлерімізге қатысты жаңа жылдық кештер, мысалы Наурыз тойы туралы, сол кездерде де біз қызметтеріміздің әр азаматқа өзіміздің осы өндірістің есебінен қолымыздан келгенше сый-сияпат жасап отырамыз. Олар сырттағы еш уақытта қалмайды. Біз сол қызметкерлерменен баймыз, сол азаматтарменен біз осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Түсінікті. Қазір жалпы бизнесті дамытудың бір құралдары бар. Соған арнайы бизнес семинарлар, тренингтер болсын. Осындай тренингтерге қатысасыз ба, және өз-өзіңізді дамытуға қандай жолдар қолданасыз? Әрине қатысам. Біріншіден біз болған, мен енді жаңа айтып өттім ғой, біз мынау осы құлдырау кезеңін бастан өткізгеннен кейін, сол 95-96 жылдары, содан бастап біз барынша осындай жағдайды өзімізді өзіміз шыңдауға тырыстық. Себебі